Кайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, қыз-келіншектер, қалайсыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін мен өзімнің үй жағдайында жасайтын бет күтімімен бөлісетін боламын. Бірінші мен ромашкамен бетімді шаямын, яғни 3 пакетированный ромашка бар ғой. Вот соны 1 литр суға қайнаған суменен демдеп қоямыз да, и сонымен күні бойы жуып жүреміз бетімізді. Одан кейін аптекада сатылады миндальное масло, сладкое деген аласыз, тәтті түрін аласыз да, бетке жағып, кішкене массаж жасап, әдемілеп. Қалай жасалу керек? Мен енді өзімнің қалай жасайтынымды барлығын көрсеткен. Дәл осылай мен күнделікті өзіме 20 минут уақытымды бөлемін. Менің жасым 43-те, бірақ мен осы ромашкамен осы майдың арқасында деймін, өзіме қарап жүрген жайым бар. Көрдіңіз бе, қалай жасау керек? Күнделікті 10 күннің ішінде сізде күшті результат болады. 10 күн ерінбей жасаңызшы. Үйде отырған келіншектер болсын, жұмыста жүрген келіншектер болсын, таңертең ерте тұрып, осыны жасап болып боянсаңыз, 10 күннен кейін сразу результат күшті болады. Видео ұнаса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Келесіде бұдан да қызық видеоларды түсіретін боламын. Міне осылай жасайсыз. Еш қиындығы жоқ. Барлығын былай қолмен осылай ысырамыз да, құлақтың артынан негізі апару керек қой. Қазір шашым майланбасын деп кішкене не істеп жатқаным бар, жұмыстамын ғой мен. Былай құлақтың артына апарып тастайсыздар. Тері, кожа сол жаққа қарай жиналатын болады уже. Одан кейін қалғанда уже қолыңызға жақсаңыз болады. Ешқандай кремнің керексі жоқ, ешқандай кремді қолданбаймын да. Тек қана осы миндальное масломен жүремін.